Құрметті магистранттар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде 8-ші дәріс туристік кластерлерде қажетті инфрақұрылымның түрлері. Кез келген кәсіпорын, кез келген сала даму үшін осы инфрақұрылым өте маңызды. Сондықтан бізді бүгінгі тақырыбымыз осы туристік кластерлерде қажетті инфрақұрылым түрлеріне талдау жасаймыз. Дәрістің мақсаты мен міндеттері. Дәріс мақсаты туристік кластерді тиімді дамыту үшін қажетті инфрақұрылым түрлерін тереңірек қарастыру, олардың әрқайсысының қызметін, өзара байланысын және аймақтық туризмге ықпалын түсіндіру. Дәрістің міндеттері. Туристік инфрақұрылымның түрлерін жүйелеу, әр инфрақұрылым түрлерінің ролын түсіндіру. Қазақстан аймақтарындағы нақты мысалдарды талдау. Одан кейінгі бізде заманауи технологиялар мен инфрақұрылымның маңызын ашу. Негізгі түсініктер. Инфрақұрылым туризмнің дамуына жағдай жасайтын нысандар мен жүйелер жиынтығы. Кластер белгілі бір географиялық аумақта орналасқан, өзара байланысқан ұйымдар, кәсіпорындар, қызметтер кешені. Туристік инфрақұрылым туристердің келуіне, орналасуына, қозғалуына және уақытылы тұруына жағдай жасайтын материалдық технологиялық база. Ал туристік инфрақұрылым түрлері. Көлік инфрақұрылымы. Көлік инфрақұрылымына әуе көлігі, халықаралық және ішкі әуежайлар. Мысалы, Алматы, Астана, Түркістан, Шымкент қалаларындағы әуежайлар. Темір жол көлігі. Темір жол ұлттық компаниялар, Қазақстан темір жолы. Ал енді біздің еліміздегі әуе көлігі, мысалы, елімізде 21 әуе көлігі, халықаралық аэропорт бар, әуежайлар бар, ішкі және. Ал енді сыртқы халықаралық әуежайлардан біздің елімізде 7 халықаралық әуежай бар. Ал енді жалпысы біздің еліміздегі әуежайлар ішкі рейстер және сыртқы рейстерді қамтамасыз етеді. Ал енді темір жол көлігі бойынша біздің елімізде темір жолдардың Түркістан темір жол бағытында салынған 14 мың шақырымнан асатын темір жол қалыптасқан. Ал енді соңғы жылдары біздің елімізде соған бірнеше бағыттар қосылды. Алматы, Жаркент бағыты, Қорғас бағытында темір жол, Үшарал, Достық, Ақши, Күрті Ақши бағытында салынған бірнеше темір жолдары бар. Ал енді осылардың жалпы қосқанда 15.600-ден астам километр қашықтық қамтиды. Енді темір жолдардың өзі пойыз және метро, электрический және трамвай болып бөлінеді. Біздің елімізде осы 4 жолдардың барлығы кетті. Метро біздің Алматы қаласында, енді электрический Астана-Щучинский бағытында, Алматы-Қапшағай бағытында, енді трамвайдар барлық жерлерде, қалаларда, кейбір қалаларда кездеседі. Әсіресе солтүстік және шығыс Қазақстан қалаларында. Ал енді автожолдар. Бұл еліміздегі автожолдардың негізгісі осы батыс Еуропа, батыс Қытай бағытының дәлізіндегі туристік бағыттарға қолжетімді. Бұл негізінен осы Ұлы Жібек жолының бойындағы керуен жүруіндегі салынған әзіргі атауы батыс Еуропа, батыс Қытай бағыт дәлізіндегі туристік бағыттарға қолжетімдігін ыңғайлы отыр. Енді қоғамдық көлік, туристік маршруттарға бейімділігі, көлік жалдау. Енді көлік жалдаудың енді көбінесе қалаларда, туристік орталықтарда көліктерді жалға алады және әзірге жаңа технология электрический самокаттар, тағыларды жалға алып объектілерге қарауға болады қала ішінде. Енді орналастыру орындарының инфрақұрылымы. Орналастыру орындарына мысалы осы қонақ үйлер,
жоғарғы, орта, төменгі санаттағы қонақ үйлер. Бұған 1 жұлдызды, 2 жұлдызды, 3 жұлдызды, 4 жұлдызды, 5 жұлдызды қонақ үйлер жатады. Эко базалар. Енді эко базалар көбінесе экологиялық аймақтарға арналған базалар. Ал енді етіні ауылдар көбінесе осы етіні ауылды ұйымдастыратын аймақтарда жиі кездеседі. Оларға енді сол одан кейін хостелдер, апартаменттер, глэмпинг және кемпинг. Ал енді бұл жерлердегі кемпинг пен глэмпинг соңғы кездердегі тренд болып жатқан жаңа орналастыру орындары. Одан кейінгі хостелдер, тағысын турбазалар, емдік сауықтыру орындары, осының барлығы орналастыру орындары болып есептеледі. Енді қоғамдық тамақтандыру құрылымына ұлттық асханалар, кафе, стрит фуд, гастро фестивалдар, этнотуризмдегі фермерлік ас үйлер, мейрамханалар, асхана және бар. Енді мейрамханалардың өзі 1 жұлдызды, 2 жұлдызды, 3 жұлдызды, 4 жұлдызды, 5 жұлдызды мейрамханалар. Бұлар енді қызмет көрсету деңгейіне байланысты орта жоғары деңгейлерге келеді. Енді асханалардың өзі, кафелердің өзі бұл ассортиментіне асханасына байланысты әртүрлі асханаларды кездесу болады. Мысалы, оған кафелерде шығыс тағамдары, француз тағамдары, итальянский, өзбекский деген сияқты әрбір ұлттардың өзі асханасына байланысты мейрамханаларды көптеп кездеседі. Енді тақырыптық мейрамханалар деген сияқты түрлерге жіктеуге болады. Жаңа трендтегі бұл инфрақұрылым, жасыл инфрақұрылым, экотуризмді қолдауға. Енді жасыл тек қана экологияға, табиғатқа зияны тимейтін күн энергиясынан пайдаланып, ретке келтіру, жинау, осының барлығы осы жасыл табиғат, қысқасын айтқанда табиғатқа ешқандай зиян. Одан кейінгі жаңа инфрақұрылым инклюзивті инфрақұрылым. Бұған мүмкіндігі шектеулі жандарға, мүгедектігі бар туристерге қолжетімді. Бұл енді мүмкіндігі шектеулі жандарға қонақ үйлерге, турбазаларға, автокөліктерге, халыққа қызмет көрсету орындары, банктері, больницалар, мектептер, осының барлығына кіруге ыңғайлы қажеттіліктері. Мысалы, автобустарда кіріп шығу, метроға кіріп шығу, қоғамдық көліктер, осының барлығы жаңа трендке айланды. Енді сандық кластерлеу. Енді жаңағы соңғы уақыттардағы жаңа технологияларды меңгере отырып, сандық қолдану. Коммерциялық және сервистік инфрақұрылым, туристік агенттіктер, экскурсия және гид қызметі, ақпараттық орталықтар, колл орталықтары, сақтандыру, банк, валюта айырбастау, қоғамдық әжетханаларды сақтау орындары, коммерциялық және сервистік инфрақұрылымға бұл көбінесе міне көрдіңіздер ме? Тур агенттіктер, тур операторлар, экскурсиялық қызметтер, қосымша қызметтер ғой. Ал енді ақпараттық орталықтарға мысалы туристер туралы, туристерге орналастыру орындары, барлық ақпараттарға кейбір ақпараттардың бәрі ақылы болады, кейбір жерде тегін болады. Мысалы біздің Алматы, визит Алматы орталықтары бар. Одан кейінгі колл-центрлер, колл орталықтардың барлығы ақпараттарды негізінен тегін береді. Енді сақтандыру компаниялары, біздің еліміздегі банктік екінші дәрежелі банктер, біздің елімізде 21 банк кездеседі. Ақша айырбастау пункттері көп бұлар. Қоғамдық әжетханалар, екі әжетханалар және қоғамдық әжетханалардың санын көбейту, бұлардың барлығында ақылы қызметтерді жүзеді. Енді қауіпсіздік. Одан кейінгі инженерлік инфрақұрылым, электр